Жолдасын дауда, атын жолдасынаған қадірлі көрермен, армысыздар. Шымкент қаласына алғаш келген туристер үшін жөн сілтеп, жол көрсететін мына 3 парақшаны айта кеткім келеді. Бұл жерде түрлі ойын-сауық орталықтарының, демалыс аймақтарының және Шымкент қаласындағы тарихи мәдени ескерткіштердің, киелі жерлердің мекен жайы толықтай көрсетілген. Өзіңізбен бірге алып жүруге болады. Бағдарламаның бүгінгі санын туристер үшін ең маңызды деген нысандарға арнағымыз келеді. Алдымен қонақ үйлерден бастайық. Шымкент қаласы ресторандар мен қонақ үйлердің ордасына айналғалы қашан. Сапалы қызмет көрсету түрлері мен қолжетімді бағаларда тек шырайлы шаһардан табасыз. Ендеше біз көрсетейік. Сіз көрпеңізге қарай көсілуге болатын орындарда түртіп отырыңыз. Түсірілім тобы алдымен республика даңғылы 4 мекен жайында орналасқан Шымкент Сити қонақ үйіне барды. Сити негізі ағылшын тілінен аударғанда қала деген мағына береді. Расында біздің комплекс қаланың ішіндегі қала, өйткені 11.000 шаршы метрді алып жатқан комплекстің ішінде қонақ үй, хостел және сауда галереясы бар. Біздің хостелдің өзінде 206 орын болса, қонақ үймен алған кезде барлығы 400 адамды бір уақытта қабылдай аламыз. Қонақтардың ыңғайлылығы үшін 24 сағат жұмыс істейміз. Хостелдің ішінде 8 адамдық, 6 адамдық, 4 адамдық, 2 адамдық және 1 адамдық бөлмелер бар. Бағалар 3000 теңге мен 4000 теңгенің арасында және оның ішіне таңғы ас кіреді. Booking әлемге танымал сайтының рейтингі бойынша біз былтырғы жылдан 10 балдан 10 балл алған жалғыз хостел болып есептелеміз. Сол себепті бізге шетелдіктер өте көп келеді. Хостел Ситидің басты артықшылығы қонақтар үшін қауіпсіз. Мысалы, есігінің өзі мынадай цифрлы кілтпен ашылады. Сөзіміздің дәлелі, міне кіреберістегі киім қоятын сөрелердің өзі цифрлы жүйеге көшірілген. Өте қауіпсіз. Ал аядай ғана болғанымен 4 адамға арналған жатын орын және де кішігірім стол, сонымен қатар тазалық бөлмесі бар. Өте жайлы. Келесі бағыт бейбітшілік 13 мекен жайында орналасқан Айдана Плаза қонақ үйі. Бұл жерде 25.000 теңгеге дейінгі жайлы номерлерге тапсырыс беруге болады. Сити хостелдан шығып 8 қабатта 4 жұлдызды Айдана Плаза қонақ үйіне келдік. Ағылшын стилінде безендірілген бұл қонақ үйдің өзіңізге қажеттінің барлығын табуға болады. Айдана Плаза қонақ үйі 4 жұлдызды қонақ үй. 2017 жылдан бері Шымқала қонақтар үшін жұмыс жасап келеді. Жалпы бөлме қоры туралы айтатын болсақ, бөлме қоры 84 бөлмеден тұрады. Яғни стандарттан бастап люкс бөлмелерге дейін. Жалпы сыйымдылығы 168-170 адамға дейін. Бағалар туралы сіз сайттан көре аласыздар. Бөлме құнына, яғни бізде фитнесіміз, саунамыз бәрі осы бөлме құнына кіреді. Және де жаз мезгілдері, яғни жаз айларында жанұялық үлкен аквапаркіміз бар. Ол осы бөлме бағасының ішіне кіреді. Ал салтанаттыда сәулетті жерлерде демалғанды ұнататын жандар үшін ең қолайлы орын Рексис Хадиша Шымкент қонақ үйі екені даусыз. Осылай жайлы жерде жайбырақат жұмыс істегенге не жетсін. Әлемдік брендке айналған Рексис қонақ үйлер желісі Шымкент қаласында да орналасқан, тек мұнда атауы сәл басқаша. Рексис Хадиша Шымкент деп аталады. 172 квадраттық мына люкс бөлмеде қонақ күту залы, жұмыс бөлмесі, жатын бөлмесі және 2 бірдей тазалық бөлмесі қарастырылған. Осы қызметтер үшін бар жоғы 250 мың теңге төлеп, бір түн түнеп шығуға мүмкіндік бар.
біздің қонақ үйде 177 бөлме бар. Оның ішінде жаңа бір президент күтетін қонақ үйіміз бар, бір жаңағындай королевский деп аталады, сондай бір қонақ күтетін бөлмелеріміз бар. Бөлмелердің құны, мысалы, бір күндік ақысы 50 мыңнан және одан жоғары. 50 мың теңге тұратын бөлменің ішіне ішетін таңғы ас кіреді, спа қызметтері, оның ішінде жаңа хаус, тренажерлық зал, 3 түрлі монша, және одан да бөлек бізде кешкі уақытта істейтін 2 ресторанымыз бар, одан бөлек 3 жаңағы барымыз бар. Жалпы бізге тек Қазақстан емес, шетелден де келіп жатқан қонақтарымыз өте көп, және біз соларға осы әлемдік деңгейде қызмет көрсетуге әрдайым дайынбыз. Шымкент қаласында 100-ден астам қонақ үй бар, барлығын аралап шығу мүмкін емес. Бағдарламадағы қонақ үйлер тізбегін осымен тәмамдаймыз. Әрмен қарай жастардың ордасына айналған Арбатты аралап, Қиял әлем саябағына саяхат жасаймыз. Бірге жүріңіздер. Қиял әлемі саябағындағы 180 градусқа кері айналған мына үй басыңды да қоса айландырады. Бір жақсы әдемі кадрлар мен тамаша суреттер жасау үшін таптырмас орын. Қиял әлемі саябағындағы түрлі аттракциондармен серуендеп, спорттық ойындарды да қызықтауға мүмкіндік бар. Барлығы да қол жетімді бағада белгіленген. Шамамен 100 теңгеден басталады. Қиял әлем саябағы 2009-дан бері жұмыс жасап келе жатыр. Аттракционда біздің 35 түрлі ойын-сауық орындары бар. Әр күні таңертең техникалық қауіпсіздіктен тексеріп отырамыз. Тексеруден өткеннен кейін іске қосамыз. Біздің жұмыс жасайтын уақытымыз наурыз айынан қараша айына дейін болады. Егер ауа райымыз жақсы жылып жатса, желтоқсан айына дейін жұмыс жасауға болады. Ал шымкенттік аспаздардың қолынан дәм татудың өзі бір бақыт қой шіркін. Өзге өңірлермен салыстырғанда Шымкенттің гастрономиялық туризмі өте жоғары деңгейде дамыған. Талғамыңызға сай тәбет ашып, қаражатыңызға сай қарын тойғызуға болады. Мен 650 теңгелік кеспеге тапсырыс бердім. Осылай отырып түнгі Арбатты тамашалаудан артық не бар? Ас болсын. Арбатты аралауға ең ыңғайлы уақыт кешкі сағат 18:00-ден 23:00-ге дейінгі аралық. Бұл жерде кішіге де, үлкенге де орын бар. Қызықты сәттер мен естен кетпес естеліктерді бірге тамашалайық. Шырайлы шаһар бағдарламасының соңғы шығарылымын осындай көңілді нотамен аяқтауды жөн көрдік. Міндетті түрде Шымкент қаласының қонағы болыңыз, өкінбейсіз. Шымкент ажарына көрік сай сәулетті қала, өндірісі қуатты, дамуы тұрақты, дәулетті қала, білімді жастардың қаласы, бірлігі жарасқан достардың қаласы. Осылай жалғап, жалықпай айта беруге болады. Тек 100 рет естігеннен 1 рет көрген артық. Бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолға.